Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және студенттер. Біз Жанұзақ Бағдәулет, Ермегүл Ербатыр және мен Білдешбай Исатай өз жобамызды аяқтадық. Және осы біздің жобамыз қоғамға сіздерге пайдалы болады деп ойлаймыз, деп сенеміз. Осы жоба туралы әріптестерім толығырақ ашып кетсе. Жалпы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу пәні бойынша жобамызды қысқаша түсіндіріп өтсем, бізде Telegram боты арқылы жұмыс істегендіктен біз Telegram ботты құрып аламыз. Ол бізде токен жасап береді. Бұл токен дегеніміз C# пен Telegramды тығыз байланысқа түсіретін жалпы құрал десек те болады. Және үшіншіден бізде қарапайым кітапханаларымызда өзгерістер пайда болады. Бұл өзгерістер, яғни біз Telegramмен тікелей байланысқа түскендіктен оларға оқытылу үшін Nuget жүйесі арқылы кітапханаларды енгізетін боламыз. Nuget жүйесі дегеніміз дайын кітапханаларды оңай іске қосуға арналған жүйе. Осылайша бізде өзімізге керекті кодтарымызды енгізу арқылы жаңа боттарымыз пайда болады. Қорытындылай келе, оқу жылы басталғалы алған біліміміз бен тәжірибемізді қолдана отырып, осы жобаны аяқтадық. Бұл бағдарлама студенттерге уақыттарын үнемдеу үшін қолайлы деп ойлаймыз. Жоба барысында тек C# тілін қолданып қоймай, басқа да сайттар мен бағдарламаларды қолдандық. Жұмыс жасау кезінде біз өз білімімізді нығайтып, практикалық дағдыларымызды жетілдірдік. Назарларыңызға рахмет.